Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Әсем. Бүгін сіздерге осындай ананас салатының видео рецептісін ұсынатын боламын. Осы видео рецепті бойынша жасап жеңіздер. Өте дәмді, қонақ келгенде қойғанға, кешкі асқа жегенге өте дәмді, тойымды салаттың видео рецептісі. Және де видео ұнаса толығымен соңына дейін көріңіздер достар, жасап жеңіздер. Және де ең бірінші осылай окорочканы осылай жарты сағат, 1 сағат суға терісін алып қайнатып аласыздар, жарты сағат, 1 сағатқа. Және де жұмыртқаны қайнатып аласыздар. Қанша мөлшерде керек, қандай заттар керек, видеоның астына описаниеге қалдыратын боламын. Және де осылай піскен окорочканы, жаңа тауық етін осылай сүйектен ажыратып, етін жақсылап осылай ажыратып аламыз. Сүйектен осылай ұзынша етіп, әдемілеп турап алатын боламыз. Осы рецепті бойынша сіз 3 жерге салат қоюыңызға болады, және де сізге 6-7 жерге салатты қою керек болатын болса, осы рецептіні 2 есеге көбейтесіз. Және де айта кетейін, менің каналымда плейлист бар, сол жерде етсіз жасалатын тағам кешкі ас түрлері, кешкі ас етпен жасалатын дәмді кешкі ас, дәмді әрі тез жасалатын кешкі ас түрлері бар. Духовкасыз пісетін шоколадный кекстің видео рецептілері папкеге бөліп қойғанмын. Өзіңізге керекті видео рецептіні сол жерден плейлисттен көрсеңіздер болады. Және де осылай ұзынша етіп турап алдым мен енді окорочкамды, тауық етін. Және де осылай ыдысқа салып, енді келесі кезекте 3 жұмыртқа, осылай 3 жұмыртқамызды да ұзынша етіп, видеода көріп тұрғандарыңызды 2-ге бөліп, осылай ұзынша етіп, әдемілеп турап алатын боламыз. Жұмыртқаны бір бөлек қайнатасыздар, окорочканы бөлек қайнатасыздар. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай ұзынша етіп бөліп алыңыз. Және де осы ең дәмді салаттардың бірі десем де болады. Қонақ келгенде және де кешкі асқа жасасаңыздар өте тез желініп кетеді. Дәмді көп адамға шыны керек қонақтарға ұнайтын салаттың бірі осы. Және де осылай енді жұмыртқамызды да ыдысымызға осылай салып, енді келесі кезекте осылай ананасымызды, менде мынандай бөлінген ананас, банкадағы ананасты қолдандым мен. Осылай банкадағы тәтті ананас осылай ұзынша етіп, осылай ананастарды тағы бөліп алдым. Ұзынша етіп, қағып, әдемілеп осылай ұзынша етіп бөліп аласыздар. Қанша мөлшерде керек, қандай заттар керек, астына жазатын боламын. Бұл жерде маған 3 жерге салынатын салаттың видео рецептісін жасап жатырмын. Және де осылай саласыздар. Және де енді араластырып алып, кішкене ғана тұз қоссаңыздар да болады. Осылай керекті мөлшерде тарелкама салып алдым. Және де майонезімді қосып, жақсылап осылай араластырып аласыздар майонезді қосып. Негізі сырды қоспасаңыздар да болады, бірақ бір шетінен дәмін әдемі келтіреді. Және де сәндік үшін бетіне осылай сыр септім, сметанный сыр. Кез келген сырды қолдана берсеңіздер де болады. Міне салатым дайын. Салаттың видео рецептісі осы салат ұнаса, поделиться батырмасын басып, жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Түсінбеген жерлеріңізді комментарийді сұраңыздар, кері байланыс жасаймын.